Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика пәні 3-ші сынып 142-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы ішкі жиын. Ауаның құрамындағы су. Оқу мақсаты: сен сандар жиынының ішкі жиынын құруды үйренесің. Су атмосферасында бұлт, тұман, бу, жаңбыр мен қар түрінде болады. Сен атмосферадағы судың қоры 14.000 километр куб екенін білесің бе? Егер А жиынының әрбір элементі В жиынына тиісті болса, онда А жиыны мен В жиынының ішкі жиын деп аталады. Деп белгіленеді, және А жиыны В жиынына тиісті деп оқылады. Жиындардың қатынасын Эйлер-Вен диаграммасының көмегімен бейнелеп көрсетуге болады. Бос жиын кез келген жиынның ішкі жиыны болып табылады. Балалар, оқулығымыздағы 32-ші бетті ашайық, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Суреттерге қара, оларда не бейнеленген? Оларды қандай екі жиынға бөлуге болады? Тапсырманы қимақ қағаздардың көмегімен орында. Балалар, суретте ненің суреттерін көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар. Ауа райының құбылыстарының суреттері және киімдердің суреттері. Ендеше қандай екі жиынға бөлуге болады? Дұрыс айтасыңдар. Ауа райы құбылыстар жиыны және киімдер жиын деп екі топқа бөлуге болады. Жарайсыңдар балалар. Балалар, екінші тапсырма назар аударайық, жиындарға қарайық. Оларға атау берейік. А жиыны, В жиыны. Екі жиынның элементтеріне ортақ қасиеттерді анықта. Оларды қалай бейнелеп көрсетуге болады? А-ны жиынын қарайық. Бұл жерде қандай сандарды көріп тұрмыз, балалар? Дұрыс айтасыңдар. Бір таңбалы жұп сандарды көріп тұрмыз. В жиынында бір таңбалы сандардың жиынын көріп тұрмыз. А жиыны тиісті В жиынына. Себебі А жиынның әрбір элементі В жиынына тиісті. А жиынында В жиынның ішкі жиыны болып табылады. Е, балалар? Балалар, 3-ші тапсырмаға назар аударайық. Жиындарға қара, олардың элементтерін ата. Екі жиын элементінің ортақ қасиеттерін анықта. Жиындардың қайсы ішкі жиын? Бірінші А жиынына қараймыз. Бүркіт, қыран, құмайдың суретін көріп тұрмыз. Ал В жиынында ненің суретін көріп тұрмыз, балалар? Дұрыс айтасыңдар. Торғай, бүркіт, қыран, құмай, бұлбұл. Яғни А жиыны да, В жиыны да бұлар нелерге жатады, балалар? Құстарға жатады. Яғни ортақ қасиеттері олар құстар. Енді балалар, бұл жерде А жиыны В жиынның ішкі жиыны болып табылады екен. Жарайсыңдар балалар. 4-ші тапсырмаға назар аударайық. Яғни бұл жерде жиындардың элементтерінің ортақ қасиеттерін анықтауымыз керек. А жиыны Атлант, Үнді, Тынық. Бұлар нелер, балалар? Дұрыс айтасыңдар. Мұхиттар, Жайық, Іле, Ертіс, Шу. Бұлар өзендер, теңіздер, көлдер, өзендер, мұздықтар, мұхиттар. Яғни бұлардың бәрін біз бір ортақ сөзбен су ресурстары деп атаймыз. Яғни А тиісті С-ға, В тиісті С-ға. 5-ші тапсырмаға назар аударайық. А жиынына 3, 15, 17, 23, 27, 30, 32. В жиыны 15, 27, 32. Жиындары берілген. Жиындардың қайсы ішкі жиын болады? Дұрыс айтасыңдар, балалар. В жиыны тиісті А жиынына деп белгілеге. Енді балалар, қазір біз орнымызда отырып, Вен диаграммасын сызамыз, және оған әрбір жиынның элементтерін жазып, дәптерімізге жазып аламыз. Яғни мына жауабын тексеріп көрейік. Дұрыс. Балалар, 6-шы тапсырманың Асын және Әсін қазір өзіміз орнымызда отырып орындаймыз. Яғни бүгінгі сабақ түсінікті болса, бұл тапсырманы орындау сендерге қиындық туғызбайды. Енді 7-ші тапсырмаға назар аударайық. Есепке номері бар дөңгелекті сәйкес мысалға сүйреп әкел, суретті не бейнеленген түсіндір дейді. Бұл есепті шығару сендерге қиындыққа соқтырмайды. Сондықтан да қазір өзіміз орнымызда отырып есепті шығарып көрейік.
8-ші тапсырма. Есепті шығар. Балық аулайтын кемелер портқа дүйсенбі, сәрсенбі және жұма күндерінің әрқайсында 34 тоннадан балық аулап әкелді. Ал сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері 96 тоннадан әкелді. Жексенбі күні демалды. Портқа бір аптада қанша тонна балық жеткізілді? Балалар, бұл есепті шығару үшін біз дүйсенбі, сәрсенбі, жұма күндері аулаған барлық балықты табу үшін 34-ті 3-ке көбейтеміз. Ал сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері аулаған барлық балықты табу үшін 96-ны 3-ке көбейтеміз. Шыққан санды, бірінші және екіншіден шыққан санды бір-біріне қосамыз. Сонда портқа бір аптада қанша тонна балық жеткізілгені шығады. Енді балалар, өзіміз орнымызға отырып шығарайық. Есеп түсінікті деп ойлаймын. Балалар, үйге тапсырма номері 8-ші есептің асын және 9-ші есеп 35-ші бет.